Сәлем достар, бүгін біз термомиксте қатпарлы самса дайындаймыз. Бұл өте дәмді, қабат-қабат болып ашылатын самса, ал салмасында туралған ет. Ол үшін бізге небәрі ұн, су, тұз, сарымай, сиыр еті, пияз, дәмдеуіштер тұз, бұрыш, зира, қант және де ашытқа қажет болады. Енді біз алдын ала етті дайындап қоямыз. Ол үшін етті 2 сантиметрде кубикті турап, сіңір, ақ пленкалардан тазартып, мұздатқышқа 3 сағатқа шамалап жібереміз. Енді қамыр дайындаймыз. Ол үшін термомикс чашасына су құямыз. Кішкене қант, ашытқы қосып жіберсеңіз де болады, бірақ ол зиян болғасын мен қоспадым. Енді ұн, тұз қосып, тесто режимінде 3 минут илеп аламыз. Соңғы минутында маргарин қосып жібереміз. Қамыр дайын болды. Төмен қарай чашына түсіріп, барлығының басын біріктіріп, пакетке демалдыруға қоямыз. Демалған қамырды екіге бөліп, бірінші бір бөлігін жайып аламыз, ал екіншісін құрғап кетпеу үшін қайтадан пакетке салып қоямыз. Үстелдің бетіне сәл-пәл ұн сеуіп, қамырды жұқалап, қалыңдығы 1 мм болатындай етіп жаямыз. Енді бөлме температурасындағы бағанағы сармайды әкеліп, қамырға жағамыз. Маған ертілген сармайдан көрі осылай ұнайды, өйткені екеуінің дәмі екі бөлек сияқты. Сіздерге қалай? Бұны бөлек қоя тұрамыз. Енді екінші қамырмен де дәл солай жасаймыз. Енді екеуін қосып, шетінен рулет қылып орап, қамырды мұздатқышқа 1 сағатқа, не болмаса тоңазытқышқа 1 күнге де қойып қойсаңыз болады. Осы уақытта самсаның салмасын дайындасақ болады. Термомикске рубка мясо деген режимді тауып аламыз. Ет жабыспаған, бір-біріне бөлек-бөлек болу керек. Қақпағын жауып, 10 секунд 60 жылдамдықта майдалап аламыз. Маған ірілеу болып көрінді, сондықтан тағы бір қайталасақ болады. Енді көңілімнен шықты. Туралған етті басқа ыдысқа ауыстырып аламыз. Әрі қарай жуаны 3-4 бөлікке бөліп, 5 секунд 5-ші жылдамдықта термомиксте майдалап аламыз. Туралған етті қосамыз, тұз, бұрыш, зира қоссаңыз болады. 1 минут тесто режимінде жақсылап араластырып аламыз. Қамырды мұздатқыштан шығарып, тең бірдей бөліктерге бөліп, мен термомикспен өлшеп алдым, менде 50 грамдай шықты әрбір қамырым. Әр қайсысын домалақ қылып жаямыз. Ортасына салма салып, 3 бұрышты қылып форма жасаймыз. Суреті әдемі жағын астына қарай жібереміз. Піскенде әдемі болып тұрады сонда. Менде жарты килограмм ұннан 17 самса шықты. Бетіне жұмыртқа жағып, кунжут себеміз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа саламыз. Самсамыз сырты қытырлақ, қабат-қабат, іші жұмсақ болып піскен, аузыңда ерейтіндей болып. Достар, келесі видеода қандай тағамның түрін көргіңіз келеді?
комментарийде жаза кетсеңіз.